қара шаңырақ, қайғы түскен, қара жамылған қара шаңырағым, бәрі көз алдымда. Жоқтау айтқан аналар, қиын кезең, аштықтың азабын тартып, бір уыс бидай үшін қойша қырылған қалың қазақ. Бізді аштықтан аман алып қаламын деп, бір үзім нан үшін қуғын сүргінге ұшырап, халық жау атанып, атылып кеткен қайран әкем әлі көз алдымда. Оны естіген кездегі жер сипап зар жылаған шешем байғұстың үні әлі құлағым. Қасірет заман еді ол. Аштықтың салдарынан жыртқыш аңдар адамға шаба бастаған кезең еді. Азық іздеп жер кезіп жүріп, жыртқыштың жемтігі боламыз деп кім ойлаған? Бір күні шешем мен қарындасымыз үшеуміз келе жатқан кезде бізге бір топ қасқыр шапты. Мен қорыққанымнан шешемнің етегіне тығыла бердім. Шешем байғұс бір тұяқ аман қалсын деді мен. Амалдың жоғынан мен арқасына салды да қарындасымды қасқырларға тастап қаша жөнелді. Кешірші мені қарындасым ай. Міне осындай қиыншылықтан өттік пе дегенде азаттығымыз үшін күрес басталды. Содан кейін сұрапыл соғыс келіп жер бетін шайпап кетті. Қолына қару ұстай алады деген еркек кіндіктің барлығы соғысқа кетті. Ал бізше 10 жастағы бала әке орнына әке, аға орнына аға боп шешемізге жәрдемші боп қала берді. Біз бала болмадық. Балалық шағымызда еркелемедік, ойнамадық. Күннің қағаған суығына қарамастан жұмыс жасадық. Таңнан күн батқанға дейін жер жырттық, егін ектік. Соңында бір нанды 10 бауыр бөліп жейтінбіз. Кешіріңдер егерде біз кінәлі болсақ. Есесіне сендер тоқ болсын деп біз аш болдық. Сендер қуатты болсын деп біз әлсіз болдық. Сендер бай болсын деп біз кедей болдық. Ел басына туған зұлмат ашаршылық, азаттығымыз үшін болған күрес. Туған жерінің бір түйір топырағы бұйырмай, тау асып, шекара ашып қашқан қаншама қазақ. Бәрі тұтас ұлтқа жасалған травма. Сен соны білесің бе? Айтшы маған, бұл дертті кім емдейді? Айтшы маған, кім емдейді? Қаратаудың басынан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған қиын екен. Екі көзге мөлтілдеп жас келеді. Елім ай, елім ай.